Қайырлы күн баршаңызға. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі мен Шыңға өрлеу әлеуметтік қоғамдық қорының бірлескен ұрпақтар диалогы атты интернет жобасының кезекті шығарылымын Наурызнаманың 10 күндігі аясында өтетін дәстүр мен ғұрып айнасы Наурыз дастарханы көнеден жеткен дәм тақырыбына арнадық. Бүгінгі шығарылымды Шыңға өрлеу әлеуметтік қоғамдық қорының Алатау аудандық бөлімінің тәлімгерлері мен оқушыларының арасында өткіземіз. Татулық пен бірліктің, ізгіліктің мерекесі Наурыз құтты болсын. Наурыз көне салт дәстүрімізді жаңғыртатын ұлттық мереке. Бұл мейрамда атадан балаға мирас болып келе жатқан салт дәстүр, жөн жоралғыларымыз көрсетіліп, жастарға кеңінен насихатталады. Бүгінгі бағдарламамызды Наурызда жайылатын дастархан, ұмыт болған ұлттық дәммен байланыстырамыз. Ұлттық тағамымыз дәстүр ғұрыптарымызбен тығыз байланысты. Тіпті әрбір тағамымыздың мәні мен мағынасы, философиясы бар. Бүгінгі жүздесуімізде ұлттық Наурыз дастарханы туралы оқушылардың сұрақтарына бірге жауап іздеп, үлкендердің естеліктерін, ой, пікірлерін тыңдайтын боламыз. Яғни екі ұрпақ Наурыздың дәмі мен мәнін, дәстүр мен ғұрпын талқылайтын болады. Олай болса бастайық. Әңгімені оқушылардан бастағым келіп тұр. Жалпы балалар, Наурыз мейрамы сендер үшін қандай мейрам болып танылады? Наурыз мейрамы қоршаған әлемге қамқорлықты және оларға деген үйлесімді шығармашылық өмірді терең бейнелейді. Көктем мерекесі Наурыз мейрамы ел өміріндегі маңызды оқиға. Бұл табиғи ғана емес, рухани жаңғырудың халқымыз жалпы адамзат үшін жаңа мүмкіндіктердің ашылуының символы. Наурыз мейрамы адам өміріндегі жасампаздыққа бастайтын жол. Наурыз мерекесі жарық немесе сәуле ұғымынан шығуы мүмкін. Сондықтан бұл мереке нұр деген ұғымынан білдіреді. Шығыс халықтардың дүние тануында Наурыз айында жаңа өмір басталады. Керемет. Енді жақсы, сендердің ұғымдарыңды білдім. Енді Наурыз туралы тереңірек білу үшін біз апаларымызға сұрақтарды қоюды бастайық. Апа, Наурыз мерекеміз сіздердің балалық шақтарыңызда қалай тойланушы еді? Өте орынды сұрақ. Наурыз мерекесі бұл ертеден келе жатқан мұсылман халқының мерейтойы болып есептелінеді. Наурыз мерекесін осы 90-шы жылдарға дейін тыйым салып тойлауға мүмкіндік бермеді. Бірақ біздің өскен ауылымызда апаларымыз, аналарымыз қалай жер күн жылынып, жер жұмсарып, көк шыға бастаған кезден бастап қазандарын көтеріп, наурыз көжелерін пісіріп, бүткіл ауылдағы туған туыс, көрші қолаңдарын шақырып, оларға өздерінің алғыстарын білдіріп, тілектерін білдіріп, көжелеріменен бөлісіп, сол жерде мәре-сәре болып, бір-біріменен көріскен. Тамаша. Тағы кім сұрақтары бар? Ресми түрде Наурыз Қазақстанда қай уақыттан бері тойланады? Жаңа Клара Әжелгенің айтқандай, кеңес билігі ұзақ жылдар, 67 жыл Наурыздың тойлануына тыйым салған. Ал 1988 жылы сол кездегі Қазақстанның мәдениет министрі, мына фамилияны естеріңе сақтап қалыңдар, Өзбекәлі Жәнібеков аталарын ақын жазушылардың қолдауымен, ақын жазушылардың баспасөздегі мақалалар, жарияланымдар шығарып, солардың қолдауына сүйеніп, Наурызды қайтадан жандандыруға негізін қалаған. Яғни Наурыздың қайтадан қазақ халқына оралуы осы тікелей Өзбекәлі Жәнібеков аталарының есімімен байланысты. Ал ресми түрде ол 1992 жылы, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін бір жылдан кейін жалпы халықтық мереке болып жарияланған. Күні бүгінге дейін тойлап келеміз. Наурыз діни мереке ме? Наурызы діни мереке демейміз әрине. Діни мерекелерді білесіңдер ғой. Діни мерекелер ол ораза айт, құрбан айт. Ал Наурыз мерекесі ол жалпы халықтық мереке. Тамаша. Тағы? Наурыз көже не үшін 7 түрлі дәм салған?
Яғни наурыз көже дегеніміз мінекей біздің ортамызда тұр. Яғни бұның ішіне 7 түрлі дәм салған екен, иә. Бұл дегеніміз, наурыз көже дегеніміз, бұл молшылық пенен берекенің асы деп аталынады екен. Сондықтан да бұның ішіне 7 түрлі дәм салған екен. 7 деген санымыз қазақтардың ішінде өте киелі сан екен. Яғни 7 дегеніміз бірінші ырыс, екінші денсаулық, үшінші өмірінің ұзақтығы, төртінші ынтымақ, бесінші даналық, алтыншы олардың жаңа қолдау, жетінші олардың ұзақ өмір сүруі болып деп аталынады екен. Сондықтан да бұның ішіне 7 түрлі дән салған екен. Енді қандай дәндер салынған екен? Бірінші наурыз көжені жасау үшін біз су аламыз, иә? Су бұл тіршіліктің негізі болып табылады екен. Екінші, онда біз ет салады екенбіз. Ет дегеніміз бұл күш қуат беретін өнім болып табылады екен. Одан кейін дәнді дақылдарды саламыз. Дәнді дақылдарымыз жаңағы не болады, жүгері, тары салады екенбіз. Бұл дегеніміз бірлік, ұйымшылдық, татулықтың нышаны деп есептелінеді екен. Одан кейін тұз саламыз. Тұз дегеніміз, яғни дәннің татуын келтірген, тұзға рахмет деп қазақ тегін айтпаған, яғни бұның дәмін келтіреді екен. Одан кейін бұған айран, қатық және сүт құяды екенбіз. Бұл айран, қатық дегеніміз қазақтың тазалығын, оның ниетін білдіреді екен. Сондықтан да осы тағамдардан наурыз көже жасалып, бүткіл өзінің жақын жуықтарына беріп, татулықты, бірлікті тойлай отырып, жаңадан көктем шыққан кезде, көк шыққан кезде, жер бусанды, өмір қайтадан оралды, яғни жаңа жыл келді деп мұсылман халықтары бірінші рет жаңа жылды тойлайды екен. Тамаша, рахмет. Наурыз көже демекші, балалар, апалар, наурыз көжеден алып отырақ. Қазақтың ұлттық тағамдары, сусындары, құрамы, жасалуы, технологиясы тіпті сақталуы жағынан ерекшеленеді. Дана халқымыз бұл жерде де даналығын көрсетіп кеткен екен. Қазақтар көшпелі халық болғандықтан кейін ұлттық тағамдарын ұстаған өмір салттарына байланысты көшпенді өмірге лайықтап, дәстүр ғұрып, ырыммен байланыстырып дайындаған екен. Халқымыздың басынан өткен түрлі саяси, әлеуметтік, тарихи оқиғаларға байланысты көптеген ұлттық құндылықтарымызбен бірге ұлттық тағамдарымыз да жоқ болып, ұмытылып кетті. Енді менің апаларға қоятын сұрағым бар, балалар. Құрметті апалар, мен осындай ұмыт болып бара жатқан бір тағам туралы естідім. Ол тағам наурызда көктем шыққанда дайындалады екен. Бағана әңгіме барысында айтқандай, әрбір тағамымыздың тәрбиелік мәні, мағынасы бар дедім ғой. Бұнда мәні мынадай екен. Қыс бойы көріспей, ағайын арасында өкпе реніш барлары көктем шығып, жаңарған дүниемен бірге көңілдеріндегі кірбіңді тазарту үшін, жаңарту, татуласу үшін осы тағамды дайындап, реніште жүрген ағайынға қоржын жіберіп, сәлемдеме берген екен. Тіпті өкпелеп жүрген екінші жақ көктем шыққанда осы қоржынды маған жіберем екен деп асыға күткен екен. Олай болса, осы тағамның атауы қандай, жасалуы қандай, қысқа нұсқа айта кетсеңіздер. Бұл қазақтың ежелден келе жатқан негізгі ғұрыптық тағамы болып есептелінеді екен. Ағайын туыс болғаннан кейін, ағайын туыстың ортасында реніш болмай тұрмайды. Сондықтан да жаңағы бір-біріне ренжіскен, бір-біріне өкпелеген ағайындар өзара бір-бірлерімен осы наурыз айларында көктем шыға, күн жадырай бір-біріменен қауышып, құшақтасып табысады екен. Сол кезде бұл осы өкпе сүт деген тағам дайындалады екен. Бұл өкпе сүт деген тағамды сол жаңағы қонақ қып шақыратын үйдің үлкен адамы дайындап пісіреді екен. Яғни бұл дегеніміз жаңағы су, тұз, соған өкпені және өңешті салып, қайнатып пісіріп, үгітілген қара бұрыш салып, келген қонақтарға ұсынып, олардың өкпе наздарын тыңдап, одан кейін барып, өзара бір-бірлеріменен татуласып, қауышып, жадырап, жайнап үйлеріне қайтады екен. Тамаша, керемет екен, балалар. Тыңдап отырсыңдар ма? Енді менің тағы да бір-екі тағам туралы қысқа нұсқа айта кетсеңіздер, бел көтерер деген тамақ туралы естідім, тағам туралы, және томыртқа деген. Я, бұл қазақ халқының қазір атын естіген кезінің өзінде тосырқап барып қабылдайтын ұмыт болған тағамдарының атауы.
ол бел көтеру деген тағамды қарияларға арнап дайындаған екен. Бұл қазақ ұғымында жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер тұсы деп айтылады екен. Яғни адам ағзасында дәрумендердің ең сарқылып азайған кезі. Ол дәрумен сарқылып азайған кезде қуат күш кемейді. Әсіресе қария кісілер осы кезде қатты әлсірейді. Осы қариялардың тез көтеріліп, жаңа күнде, Наурыз келгенде жарқырап топтың алдына шығу үшін осы бел көтерер деген тағамды берген. Бұл бір тағам емес. Бұл қариялардың жақындарының, көбіне жастардың енді, келіндерінің, қарындастарының үлкендеріне арнап тартқан сый табағы, немесе қоржыны. Осы қоржында, осы сый табақтарда қазы, жал, жая, яғни сүрленген еттің ең жылы жұмсағы. Осылар, одан кейін жент, талқан сияқты қуаты күшті дәмдер болған. Яғни құнарлы құнарлы тағамдар. Және бұл тағамдардың сіңімділігі жақсы. Ол қария кісілердің ағзасына тез сіңген, тез көтерілген. Сондықтан осы бел көтерер деп аталу себебінің осы. Екіншісі жаңағы томыртқа. Бұл жылқышылардың дәмі болған балалар. Мәселен, ақырған қыс далада аяз ұлып боран соғып тұр. Енді жылқышы қосына жылқышы келді. Келсе, бақыршы бала. Көбіне жылқышылар қосындағы аспаздар, олар жасөспірімдер болған. Ол ет асып жатыр екен. Яғни қазанда жылқының еті қайнап, буы бұрқырап жатыр. Бірақ ет әлі дайын емес. Ал сорпа дайын, майлы сорпа дайын. Осы майлы сорпаны тостағанға құйып, жаңағы аспаз бала жылқышы ағасына ұсынады. Ұсынған сәтте ол жаңағы май, сорпаның бетіндегі кілкиген май, оның жүрегін айнытпас үшін, бірден сіңу үшін оған мұз түйіршіктерді салған. Немесе жаңа жауған қарды жентектеп, осы жентектелген қарды ыстық сорпаға салып ұсынған. Міне осы сорпа томыртқа деп аталған екен. Керемет екен, иә, балалар? Бұндай тағамды естіп көріп пе едіңдер? Иә. Естідіңдер ме? Тамаша. Енді ұмытпаймыз, иә? Атын атыңдаршы кәні? Томыртқа. Оның алдындағы тағам бел көтеру. Керемет екен. Олай болса, келесі бөлімге өтейік. Дәмнің тарихы, елдің тарихы дегендей, балалар, сендердің алдарыңызға музейдің қорындағы экспозициялар ұсынып отырмын. Қысқаша шолу жасап кетейін. Мына алдарында тұрған көнек деген, бұл теріден қатырып жасаған. Байқадыңдар ма? Темірден жасаған шүмегі бар екен. Бұл бие, түйе сияқты ірі қара малдарды саууға арналған, яғни шелектің орнына қолданған екен, иә? Келесі экспозицияда бұл жан торсық деп аталады. Бұған жаңағы сусындарды құйып алып жүрген, иә. Өзінің аты айтып тұрғандай жан торсық, яғни жанына адам алыс жолға шыққанда аттың үстінде осы жанына сусындарды құйып алып жүреді екен. Келесі экспозиция бұл көбі. Бұған сүт құяды, май шайқайды, тіпті қымызда піседі екен, иә. Бұны жасалу жағы бұл жаңағы қайыңның жаңағы бөлшектерінен үңгіп жасайды екен, болмаса қасиетті басқа да ағаштардан осылай жасайды екен, балалар. Ұлттық біздің көне ыдыстарымыз. Міне қысқаша ғана осылай шолу жасап кеттім. Осыған байланысты сұрақтарың бар ма, балалар? Иә, бар. Апаларға сұрақ қояйын деп едім. Иә, қоя ғой. Апа, музейдегі мына жәдігерлер бұл кезде күнделікті қолданылды ма? Апа, сіздер өз қолдарыңызбен биекше жасап қымыз пісіп көрдіңіздер ме? Балалар, қымызды егер 2-3 бие сауса, апайларың таныстырған андай ағаш қымыз күбілерде ашытқан. Ал егер одан көп бие сауылса,
7-8 құлынды желіге байлап бие сауған үйлерді мен көрдім. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында өтті менің сендердің жасындағы балалық шағым. Ол кезде мына өздерің көріп отырған күбіден 3 есе көбірек, 3 есе үлкенірек күбіде ол қымыз ашытылатын. Сосын 9 жасымда бие саудым. Бие сауалдым, ал 14 жасымда мен бүкіл басынан аяқ сол бие сауыдан бастап қымызды ашытуға дейін барлық ретімен жұмыстарды атқара алдым. Енді қымыз туралы, қымыздың неше күндік қымызға байланысты атаулары бар. Соны айтып өтейін. Балалар, 1 күндік қымыз саумалы қымыз, 2 күндік қымыз, 3 күндік қымыз құнан қымыз, 4 күндік қымыз дөнен қымыз, 5 күндік қымыз бесті қымыз атанған. Қазақ мейірбан, бауырмал, қолашық, көпшіл халық. Яғни бие байлап қымыз ашытқан үй, сол қымызын тек өз отбасында ғана ішпеген. Барлық бие байламаған көршілеріне, туыстарына, ауылдың басқа жұртына бөлісіп отырған. Сондықтан қымыз 5 күннен артық сақталмауға тиіс. Қазақта мынандай мәтел бар. 5 қымыз берместің үйінде деген. Яғни сараң адамдардың үйінде ғана 5 қымыз сақталған екен. Ал басқа қымыздар сол дөнен қымыз, құнан қымыз кезінде көпшілікке тартылып, ішіліп кеткен. Қымыз деген ол қуат. Ол денсаулық береді. Балалардың бойын өсіреді. Үлкендерді бір дастарханның басына жиып, сондай кемел, ойлы әңгімелерге шақырады. Келесі біздің бөлімге келейік. Қазіргі кезде фастфуд жылдамдығымен бәрімізді баурап алды, үлкен кішіміз фастфуд жейміз, бірақ өкінішке орай оның біздің денсаулыққа зиян екенін білеміз ба? Білеміз. Өйткені онда көптеген қоспалар, химиялық қоспалар бар болғандықтан зиян екен. Енді осы біздің қазақтың мына ұлттық тағамдарының ішінде оған әрі адам денсаулығына пайдалы, құнарлы табиғи баламалары өте көп балалар. Мен сендерге осы баламаларын бірігіп табайық. Әркім өзінің сүйікті жаңағы фастфудын айтсын, соған ұлттық дәмнен баламасын іздеп табатын боламыз. Бургер мен сэндвичке балама болатын ол осы жаңа піскен тоқаштың тоқаш. Оның арасына салынатын табиғи жылқы етінен жасалған қазыны, қартаны, жаяны қолданса болады. Олар бургер мен сэндвичтің арасына салынатын шұжықпен, котлетпен алмастырылады. Керемет, тамаша, Келесі, чипсилар мен керешкеларға балама. Чипси мен керешке тұз бен зияны дәмдеуіштерге толы, оны табиғи сүт өнімі, құрт пен ірімшік балама болады. Көрсетті ғой. Құрт пен ірімшік, чипси мен керешкеға балама болады екен балалар. Келесі бізде тәттілер, шоколадтар, сникерс, марс, баунтидің орнына. Менің сүйікті фастфудым ол шоколад. Энергетикалық батончиктер мен шоколадтарға балама жент болып табылады. Керемет, жент болып табылады екен. Газдалған сусындар балама шұбат, қымыз пен іркіт бола алады. Шұбат, қымыз, іркіт газдалған сусынға балама болады екен. Ағалма қымыз шығай. Ал келесі, Фатима, сенің сүйікті фастфудың қандай? Ходок пен пицца. Оған балама? Оған балама бүрме немесе қаттама бола алады. Қалай деді? Бүрме. Және қаттама нан бола алады екен. Керемет. Балалар, осылай өздерің баламасын ойлап таптыңдар. Енді күнделікті фастфудтың орнына осы тағамды қолданатын боламыз. Жарайды ма? Құрметті оқушылар, қадірлі қонақтар. Бүгін біз Наурыз дастарханымен сабақтасқан, дәстүр мен ғұрып жайлы әңгімелесіп, екі ұрпақтың пікірін тыңдадық. Балалар,
Енді бүгін музей төрінде өткен осы әңгімеден, кездесуімізден не түйдіңдер? Нені пайымдап, нені ұқтыңдар? Наурыз дастарханы бұл тек ас ішу емес, ағайындың араздығын ұмытып, табысатын үлкендердің батасын алатын киелі орын екен. Ұлттық дәміміздің әлемдегі ең бай, құнарлы, пайдалы тағам екенін ұқтым. Құрметті қонақтар, қадірлі ұстаздар мен жас ұрпақ. Еліміздің қасиетті қара шаңырақтардың бірі ұлттық орталық музейдің төрінде өткен қызықты зияткерлік тағылымды шарамыз өз мәресіне келіп жетті. Ұмыт қалған ұлттық тағамдарымызды түгендеп, олардың қазақи тұрмыста, өмір салтында, әдет ғұрпы мен тәрбиесінде алатын орнының маңызын түсіндік. Балалар, дәстүрді білу, өткенді құрметтеу, дәстүрді сақтап қалу ұлт болашағын қорғау болып табылады. Сондықтан біз ата-бабадан қалған асыл мұраны қадірлеп, оны келер ұрпаққа жеткізуге жауаптымыз. Бабаларымыздың даналығын ұлттың пайдасына, болашағына қолданайық. Ал мен бата берейін, сұрасаң бата берейін, істең болсын мерейін, ықыласпен қол жасам, ақ тілекті төгейін, дастар қаның мол болсын, абыройың зор болсын, ұлы соң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, денің саулық, жүректерің қуаныш толсын, наурыз келіп нұр әкелсін, әр шаңыраққа бақ әкелсін, ырыс дәулет тасысын, жақсылық жасасын, ел аман, жұрт тыныш болсын, балалардың сабағы озат болып, армандарыңа жерте беріңдер. Әумин. Әумин. Айтқаның келсін. Наурыз оң болсын, ақ мол болсын.